Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай. Және де бүгін бізде импульстің сақталу заңы және де екінші бөлім, яғни айтқанда серпімді соқтығысуды қарастыратын боламыз. Серпімді соқтығысу енді не десеңіздер, соқтығысқаннан кейін жүйенің толық импульсі және де оның кинетикалық энергиясы сақталады. Яғни айтқанда соқтығысудан кейін ешқандай өзгеріс болмайды деген сөз. Оған енді қандай мысал келтірсек болады? Мысалға бір қандай да бір дене қозғалып келе жатсын, қандай да бір v1 жылдамдықпен m1 массалы бір тыныштықта тұрған массаға келіп соқтығысатын болса, олар соқтығысқаннан кейінгі, яғни соқтығысуға дейінгі оның импульсі соқтығысқаннан кейінгі импульсына тең болады, және де оның жалпы кинетикалық энергиялары екінші, яғни соқтығысудан кейін де бірдей болады деген сөз. Ал енді алдыңғы бөлімде біз серпімсіз соқтығысуды қарастырдық, бірақ ол кезде бізде импульс сақталғанымен энергия сақталмайтын еді. Ал ерекшелігі серпімді соқтығысуда ол энергия тоже бізде сақталады екен. Енді бір сәл-пәл күрделілеу, яғни серпімсізге қарағанда сразу бүйтіп шыға салмайтын күрделі жақтары бар өзінің. Бірінші мысалдарды қарастырсақ, серпімді соқтығысу екінші дене тыныштықта болса дейді, және де олардың массалары бірдей. Енді қандай да бір дене, қандай да бір m массалы дене дей салайын, ол қандай да бір v1 жылдамдықпен келе жатсын, ал екінші дене дәл сондай массада, бірақ оның жылдамдығы екінші дененің жылдамдығы 0-ге тең. Ал енді бұл соқтығысуға дейін ғой, дейін. Ал енді олар соқтығысудан кейін мына бірінші денеміз ол орнында тұрып қалады, яғни m массалы дене v1' бізде 0-ге тең болады. Ал екінші денеміз ол сендерде мына бастапқы v1 жылдамдықпен оңға қарай қозғалып кете салады, m денеміз. Бұл кейін. Яғни қанда өзінің толық импульсін ол мына тұрған екінші денеге беріп жіберген екен. Яғни айтқанда, енді ол импульсің сақталу заңы ретінде жазатын болсақ, бізде x ось деп аламыз ғой біз. X ось деп аламыз да. Енді ол m көбейтілген v1 тең болады бізде. Мына жақта импульстар 0-ге тең, екінші жағында m көбейтілген v1 бола салады. Яғни қанда дәл осы бізде импульстің сақталу заңы серпімді соқтығысу үшін. Енді бұл не десеңіздер, бұл жай ғана теория болуы да мүмкін. Көбінесе, яғни қанда массалары бірдей денелер серпімді соқтығысатын болса, олар өздерінің жылдамдықтарымен былайша айтқанда алмасады. Яғни қанда көріп тұрғандарыңыздай v2 жылдамдығымыз бірінші денеге кетті, екінші дене деп қоятын болсақ, бірінші дененің жылдамдығы екінші дененің жылдамдығына ауысып кетті, көріп тұрғандарыңыздай. Бұл енді бірінші жағдай. Екінші жағдай бізде мынау бір массалары тең емес болса, бұның астына еще мен m1 денеміз үлкен m2 денеден деп шарт енгізетін болсам өзім. Енді қараңыздар, бізде мына бір үлкен массалы дене бар, m1 массалы дене, қандай да бір v1 жылдамдықпен келе жатсын. Ал кіші m2 массалы денеміз бізде тыныштықта тұратын болса, сонда бізде бұл дейін ғой. Ал енді кейінгісін қарастыратын болсақ, олар бір бағытта, бірақ та мына бірінші дене өзінің жылдамдығын азайтады. Яғни айтқанда, мынау m1 массалы денеміз вектор кішкентай болады, енді жылдамдығы аз v1', ал екінші денеміз, яғни m2 денеміз, ол сендерге үлкен жылдамдық алып, бізде v2' деген жылдамдықпен оңға қарай қозғала салады екен. Сонда біздің импульсің сақталу ретінде жазатын болсақ, m1 v1 тең болып тұр. Екінші импульсіміз 0-ге тең. Ол тең болады m1 v1' қосылған m2 v2'. Яғни қанда көріп тұрғандарыңыздай барлығы плюс, өйткені олар x осымен бірдей бағытта қозғалған себепті. Бұл сонда бізде мына бір жағдайдағы импульстің сақталу заңы болып табылады екен. Енді көп жағдайда жылдамдықтарын беріп қоюда мүмкін, бермеуде мүмкін. Мына жерден көріп тұрғандарындай любой бір анықтайтын нәрсемізді есептеп, өрнектеп, формуласын түрлендіріп алсаңдар да болады. Келесі түрі бізде осы
серпімді соқтығысудың дене тыныштықта тұрған кездегі екіншісі бар, яғни айтқанда ол тоже массалары тең емес, бірақ та біз тағы бір шама енгіземіз, М1 кіші болса М2-ден деген шарт. Енді бұл жағдайда қандай болады десеңіздер, мына бір қозғалып келе жатқан кішкентай дене салып қоя салайын, М1 денеміз қандай да бір V1 жылдамдықпен келе жатыр. Енді мына жерде тұрған масса 2 денеміз ол үлкен ғой, үлкен дене, үлкенірек қылып салып қояйын көрсетіп. Ол тыныштықта тұрса, V2 сендерде 0-ге тең. Енді бұл сендерде соқтығысуға дейін. Ал енді кейінгісін қарайтын болсақ, сендерде мына бір бастапқы М1 массалы денеміз ол сендерде артқа қарай қозғалады екен. Артқа қарай қозғалған. Яғни V1 штрих деген жылдамдықпен. Ал мына бір массасы үлкен денеміз, М2 деген массалы денеміз ол азғантай жылдамдықпен V2 штрих деген жылдамдықпен оңға қарай қозғалып тұр. Сонда бізде X осін алатын болсаңыздар, X осымен бағыттастар барлығы плюс болады. Сол себепті М1 V1 тең болады. Қарасаңыздар, соқтығысудан кейінгі бірінші дененің бағыты ол X осіне қарама қарсы. Сол себепті минус М1 V1 штрих деймін, қосылған М2 V2 штрих. Бұл сендерде осы шарт үшін импульстің сақталу заңы болып табылады деген сөз. Енді мына жерде қара емес, мына жерде бір давайте көкпен бояп қоя салайық, көкпен бояп қоя салайық. Бұл сендерде осы бір шарт үшін импульстің сақталу заңы болып табылады екен. Келесі шартқа көшетін болсақ, серпімді соқтығысу екінші дене бағыттас болса дейді. Енді оны қалай қарастырамыз? Енді бізде мына бір массалы денеміз, давайте бір мына жерге шарт енгізейік. М1 массамыз үлкен М2 массадан. Сонда мына бір үлкен массалы М1 денеміз ол қандай да бір V1 жылдамдықпен келе жатсын, V1 жылдамдықпен келе жатсын. Енді онымен бағыттас қозғалып келе жатқан кішкентай мынандай бір М2 деген массалы дене болсын, оның жылдамдығы V2 болсын. Енді қараңыздар, бізде бұл соқтығысуға дейін, ал енді кейінгісі қалай болады десеңіздер, массасы үлкен дене оны итеріп алып кете салады өзімен бірге. Яғни қанда үлкен дене тұрады, үлкен дененің М1 дененің жылдамдығы сәл ғана азаяды, V1 штрих. Ал енді мына бір кіші дене үлкен жылдамдық алып кете салады. М2 денеміз бізде оңға қарай үлкен жылдамдықпен V2 штрих деген жылдамдықпен қозғалады. Сонда біздің мына бір X осін алатын болсақ, енді тағы да X осі бойынша оның импульсінің сақталу заңы М1 V1 екінші дененің бағыты оңға қарай қосылған М2 V2 тең болады. Бізде соқтығысудан кейін бірінші дененің бағыты тоже X осымен бірдей, сондықтан М1 V1 штрих қосылған М2 V2 штрих бола салады екен. Сонда бұл сендерде осы бір шарт үшін импульстің сақталу заңы болып табылады екен. Мына жерде енді маркермен, сары маркермен бояп қойын. Бұл сендерде серпімді соқтығысу кезінде бағыттас болған кездегі шарты. Енді бұның екінші шарты бар. Екінші шарты ол қандай десеңдер, бағыттас тоже, яғни қандай серпімді соқтығысуда бағыттас, бірақ та оның массалары керісінше, яғни қанда М1 массамыз кіші М2 массадан деп алатын болсақ. Сонда оның бір кішкентай денелі масса, М1 денелі масса V1 жылдамдықпен келе жатыр. Ал үлкен денелі, яғни М2 массалы дене оңға қарай тоже бір V2 деген жылдамдықпен келе жататын болса, бұл сендерде соқтығысуға дейін. Ал енді кейінгісін қарайтын болсақ, массасы кіші дене ол сендерде артқа қарай қозғалып кетеді. Массасы М1 дене ол сендерде артқа қарай қозғалып кетеді, V1 штрих. Ал мынау бір массасы М2 дене ол сендерде жай ғана жылдамдығын арттыра салады, V2 штрих десек. Сонда бізде мына жерде енді тоже X осімен бағыттас қылып аласыңдар, яғни айтқанда М1 V1 қосылған М2 V2 тең болады бізде минус М1 V1 штрих қосылған М2 V2 бола салады екен. Бұл сендерде осы бір шарт үшін импульстің сақталу заңы болып табылады, яғни айтқанда бағыттас кездегі. Бұл көріп тұрғандарында екі шарт болды. Енді бізде бағыттас қозғалу аяқталады. Енді келесі бізде осыған қарама қарсы, яғни қандай бағыты бойынша қарама қарсы қозғалып келетін
денелерді қарастырсақ, сонда бізде енді бағыты қарама қарсы болған себепті олар екеуі де соқтығысудан кейін екі жаққа қарай серпіледі. Яғни айтқанда, мына жерде бір m1 массалы дене келе жатсын v1 жылдамдықпен, мына жақта m2 массалы дене солға қарай v2 жылдамдықпен келе жататын болса, енді бұлар соқтығысуға дейін ғой. Ал енді кейінгісін қарайтын болсақ, олар соқтығысып, бір-бірімен соқтығысып, ол бір-бірін екі жаққа қарай итеріп жібереді. Сонда бірінші m1 массалы денеміз солға қарай v1 штрих жылдамдықпен, ал m2 массалы денеміз оңға қарай v2 штрих деген жылдамдықпен оңға қарай кетеді екен. Сонда біз импульстың сақталу заңын енді x осімен алатын болсақ, m1 v1, қарасаңыздар, екінші дененің бағыты қарама қарсы, сол себепті минус m2 v2. Енді оны теңестіреміз, соқтығысқаннан кейінгі денелердің бағыттарын қарасақ, бірінші дене қарама қарсы, яғни m1 v1 штрих азайтылған, қосылған, мына жерде уже m2 v2 штрих деген өрнек шыға салады екен. Бұл сендерде осы жалпы қарама қарсы соқтығысқан кездегі денелердің импульсінің сақталу заңы болып табылады деген сөз. Бұл тек бір-ақ өрнек, енді осыны қолдана берсеңдер болады. Енді осы жағдайларды жалпы біз есептерде қарастырып өтсек, давайте. Бірінші сұрақ, массасы m дене v жылдамдықпен қозғалып келеді де, тыныштықта тұрған массасы m денемен соқтығысады. Соқтығыс нәтижесінде массасы m дене 10 v жылдамдықты алады. Тұжырымдардың қайсысы дұрыс дейді? Бұл жерде енді импульстың сақталу заңы бойынша дейді, және де энергияның сақталу заңы бойынша дейді. Қарастырайық. Бізде импульстың сақталу заңымен қарастыратын болсақ, бірінші, оның соқтығысуға дейінгі импульсін қарастыратын болсақ, ол жай ғана тек қана бірінші дененің импульсына теңеседі, яғни 10 mv-ға. Ал енді екінші жағдайдағы импульсті қарастыратын болсақ, ол сендерде p2 деп қояқ. Ол мына бір дененің импульсін ала салады екенбіз, яғни бірінші дене соқтығысудан кейін уже жылдамдығы нөлге тең болған себепті m көбейтілген 10v. Сонда бізде 10 mv деген жауап шыға салады екен. Яғни айтқанда, олардың энергиясы, олардың импульстары сақталу болады, импульстар сақталады. Яғни айтқанда, импульстың сақталу заңы бойынша мүмкін деген жауапты аламыз. Және де олардың кинетикалық энергияларын қарастыратын болсаңдар, уже сақталмаған. Яғни айтқанда, бұл сендерде қандай соқтығысу түрі дейтін болса, мына жерде серпімсіз деп жауап береді екенсіңдер. Серпімсіз. Все. Келесі сұрақ. Екінші сұрақ, массасы 4 кг дене мынандай жылдамдықпен қозғалып келіп, тыныштықтағы массасы 2 кг денемен абсолют серпімді соқтығысады. Соқтығысудан кейін массасы 4 кг дененің жылдамдығы 3,3 метр секунд болды. Соқтығысудан кейін массасы 2 кг дененің жылдамдығын анықтаңыз. Яғни қанда, мынандай 4 кг дене 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келіп, тыныштықта тұрған 2 кг нәрсені соғады да, ол өзінің, яғни 4 кг дене өзінің жылдамдығын азайтты, яғни 3,3 метр секунд жылдамдықпен қозғалып қалды, ал бірақ 2 кг нәрсе ол уже сендерде қатты қозғалып кетеді v2 штрих жылдамдықпен. Сонда біз жаңа осы жағдайды қарастырдық, что массасы үлкен дене келіп соқтығысқан кезде ол импульстері уже толықтай сақталып, және де кіші дене бізде қатты қозғалып кетеді деп та, сол себепті m1 v1. Енді бұны теңестіре салатын болсақ, яғни екінші дененің импульсы нөлге тең ғой, тыныштықта тұр. m1 v1 штрих қосылған m2 v2 штрих десек. Сонда массасы 4 кг, оны 10-ға көбейтеміз. Теңестіреміз 4 көбейтілген 3,3 қосылған 2 көбейтілген v2 штрих десе. Енді бұл жерден жай ғана табу керек v2 штрихті. 40-тан азайтатын болсақ нешені? Давайте бүйтейік. 4-ті көбейтеміз 3-3-ке. 4-ті 3-3-ке көбейтеміз. И оны азайтатын болсақ 40-тан. И оны бөле саламыз 2-ге. Жай ғана бізде 13,4 метр бөлінген секунд деген жауап шыға салады екен. Яғни қанда бізде С нұсқасында орналасқан жауап. Келесі сұрақ. Дәл осындай есеп, бірақ та енді сәл-пәл орындарына болса, массасы 3 кг дене тыныштықта тұрған массасы 1 кг денемен абсолют серпімді соқтығысады. Соқтығысудан кейін массасы 3 кг дененің жылдамдығы 2 метр секунд, ал 1 кг дененің жылдамдығы 6 метр секунд болды дейді.
соқтығысуға дейін массасы 3 кг дененің жылдамдығын анықтаңыз. Яғни қанда бізде соқтығысуға дейін 3 кг нәрсе ол қандай да бір v1 жылдамдықпен қозғалып келген. Яғни қандай екінші тыныштықта тұрған 1 кг нәрсені соғу үшін. Соқтығысқан кезде мына бір 3 кг нәрсенің жылдамдығы ол сендерде 2 метр секунд болған, ал мына бір 1 кг нәрсенің жылдамдығы ол сендерде уже мына жерде 6 метр бөлінген секунд болып кеткен. Енді v1-ді анықта деп тұр бізде. Сонда импульстың сақталу заңын жазатын болсақ, m1 v1 тең болады m1 v1 штрих қосылған m2 v2 штрих. Сонда бізде сұрап тұрғаны v1 жылдамдық. v1-ді анықтайтын болсақ, m1-іміз бізде 3 кг, көбейтеміз 2-ге, қосамыз 1 көбейтілген 6 бөлінген бізде 3-ге. Сонда 6-ға 6-ны қосатын болсақ 12, 12-ні 3-ке бөлетін болсаңыздар, ол сендерде 4 метр бөлінген секунд деген жауап бола салады екен. Яғни қанда бізде бастапқыда ол 4 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалып келген екен деген жауапты қабылдайды екенсіздер. Түсінікті деген ойдамын. Келесі сұрақ. Массасы 5 кг дене 8 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келіп, тыныштықта тұрған массасы 3 кг денемен абсолют серпімді және центрлік соқтығысады. Соқтығысудан кейін массасы 5 кг дененің жылдамдығы қандай? Енді бізде жаңа айттық қой, серпімді соқтығысатын болса, оның импульсы бізде сақталады, және де оның кинетикалық энергиясы тоже бізде сақталады дедім, константа бірдей болады соқтығысудан кейін дейін. Енді бізде мына жерде бір 5 кг дене нәрсе, 5 кг нәрсе, ол 8 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келгенде, тыныштықта тұрған 3 кг нәрсені соққан. Сонда соқтығысудан кейін, яғни қарасаңдар, ол итер жібереді ғой. Бірақ мына бір 5 кг нәрсе артқа қарай емес, ол жай ғана жылдамдығын азайта салады, v1 штрих деген. Ал мына жақта 3 кг нәрсе ол уже үлкен жылдамдықпен оңға қарай қозғалып кетеді. Енді бізден қарасаңыздар, жігіттер қыздар, екі белгісіз шама, ол бірінші дененің соқтығысудан кейінгі жылдамдығы және екінші дененің соқтығысудан кейінгі жылдамдығы белгісіз. Ондай жағдайда не істейміз десеңіздер, біз айттық қой, бір жаңағы есептерде импульстың сақталу заңын ғана қолдандық. Ал енді бұл есепте омен қоса біз энергияның сақталу заңын тоже қарастырады екенбіз. Енді біз бірінші теңдеу ретінде импульстың сақталу заңын жазып қойсақ, m1 v1 тең болады m1 v1 штрих қосылған m2 v2 штрих деп. Ал енді импульстың сақталу заңы, энергияның сақталу заңын жазатын болсақ, бірінші дененің энергиясы m1 v1 квадрат бөлінген 2. Екінші денеде энергия жоқ. Ал енді келесі соқтығысудан кейінгісін қарайтын болсақ, бізде m1 v1 штрих квадрат бөлінген 2 қосылған m2 v2 штрих квадрат бөлінген 2. Енді біз мына жерде барлық екілерді қысқартып жібере аламыз. Бұл сонда бізде мынандай бір жүйе шығып тұр ғой, жүйе теңдеу. Енді бұл жүйені жалғастыратын болсақ, сан мәндерін бере салайық. Яғни айтқанда 5 көбейтілген 8 тең болады 5 көбейтілген v1 штрих қосылған 3 көбейтілген v2 штрих. Ал мына жақтағы энергияның сақталу заңынан шыққан өрнекке жалпы сандарын қойып шығатын болсақ, 5 көбейтілген 8-дің квадраты 64 тең болады 5 көбейтілген v1 штрих квадрат қосылған 3 көбейтілген v2 штрих квадрат. Енді бізде мына жерде өрнектеп алу керек нәрсеміз, ол сендерде бір любой мына үстіңгі теңдеуден v1 штрих немесе v2 штрихты өрнектеп алсақ. Давайте қайсыны өрнектейміз? Біз мынау бір v1 штрихты өрнектеп алсайықшы, v1 штрихты. Одан v1 штрихты өрнектейтін болсаңыздар, сіздер 8-ді, 5-ті 8-ге көбейтетін болсақ, 8 40, 8 40. 40-тан азайтамыз 3 v2 штрихты, оны бөлеміз 5-ке. Бұл сендерде v1 штрихтың жылдамдығы. Енді бұл v1 штрихтың өзін апарып мен мына бір екінші теңдеудегі квадраттың орнына қоятын болсам, сонда менде қандай өрнек шығады? 5-ті 64-ке көбейтейін, 5-ті 64-ке көбейтсем 320 тең болады 5 көбейтілген,
мынаның квадратын сразу ашып жазатын болсам, 40-тың квадраты 1600 азайтылған 2 көбейтілген 3 көбейтілген 40, ол сендерде 240 болады, минус 240 v2 штрих қосылған 9 v2 штрихтің квадраты. Және де бөлінген 5-тің квадраты 25. Және де қосылған 3 v2 штрихтің квадраты. Енді жігіттер қыздар, мен жерде 5 пен 25-ті қысқартсам, мына жақта итаки 5 қалады. Сол себепті мен ортақ бөлім беріп жүрсем, сразу квадрат теңдеуге айналдырып. Сонда менде не шығады? Мына жаққа 5-тен беретін болсам, мына жаққа 5-тен, және де мына жаққа 5-тен беретін болсам, менде шығады екен 515, анау 15-ке 9-ды қосатын болсақ, давайте. 15-ке 9-ды қосатын болсақ, ол сендерде 24 v2 штрих квадрат азайтылған 240 v2 штрих, және де бізде мына жерде не бар? Плюс бізде 1600 азайтылған 320-ны 5-ке өтсек, 1600 болады екен. Сонда бізде мына екеуі жалпы жойылып кете салады ғой. Мынаны жазбай қойсақ та болады екен. Мына бір өрнекпен 1600 бізде қысқарып жойылып кетеді сразу. Сонда оны тең 0-ге деп салсақ. Ал енді бұл жерден v2 штрихтің өзін жақша сыртына шығарсақ, сендерде 24 v2 штрих азайтылған 240 қалды. Бұл тең 0-ге. Ал енді жай тең сызықтық теңдеуді шешетін болсақ, сендерде бұл жерде v2 штрих жылдамдықтарын қаншаға тең болады? Ол 240-ты былай өтіріп 24-ке бөлетін болсандар 10 метр бөлінген секунд деген жылдамдыққа тең бола салады екен. Енді бізден сұрап тұрған соқтығысудан кейінгі массасы 5 кг дененің жылдамдығы. Яғни қанда v1 штрихті сұрап тұр бізден. v1 штрихті сұрап тұр бізден. Сонда мен мына бір v2 штрихті мына жаққа келіп қоятын болсам, бастапқы өрнекке. Сонда бізде v1 штрих тең болады 40 азайтылған 30 бөлінген 5 десек, ол сендерде 2 метр бөлінген секунд бола салады деген сөз. Яғни қанда мына бір Б жауабы бізде дұрыс болып табылады екен. Кетті келесі сұрақ. Дәл осы секілді сұрақ, давайте көрейік. Массасы 6 кг дене оңға қарай v жылдамдықпен, ал массасы 2 кг дене солға қарай 4 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келеді дейді. Денелер абсолют серпімді соқтығысады. Соқтығысудан кейін массасы 6 кг дененің жылдамдығы 2 метр секунд болды дейді. Соқтығысуға дейін массасы 6 кг дененің жылдамдығын анықтаңыз. Енді бізде мына бір 6 кг нәрсе, ол оңға қарай қандай да бір v1 жылдамдықпен келе жатыр. Оған қарама қарсы солға қарай бағытталған бізде қандай 2 кг нәрсе бар, ол 4 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Енді олар серпімді соқтығысады. Соқтығысудан кейін сендерде массасы, енді оның жылдамдығы, яғни 6 кг дененің жылдамдығы 2 метр секунд болды дейді. Сонда бізде давайте бүйтейік. 6 кг нәрсе. Енді бізде көріп тұрғандарындай жалпы мына жерде былай алсақ та болады. Ол 6 кг нәрсе болған себепті алдыға қарай оны итеріп жібереді, және де өзі жылдамдығын азайтады деп алсақ, қандай да бір v1 штрих жылдамдықпен, яғни қанда ол сендерде 2 метр секунд. Бірақ мына бір кішкентай дене, 2 кг дене, ол уже қалай қозғалады? 6 кг дене соқтығысады біз денейді. Оның жылдамдығын бізге беріп қоймаған, жылдамдығын анықтаңыз. Массасы 6 кг дененің жылдамдығы. Яғни қанда v2 штрих жылдамдықпен қозғалсын. Хорошо. Енді бізде тағы да дәл сондай, просто орындары ауысқан анықтайтын нәрсенің импульсінің сақталу заңын жазатын болсақ, m1 v1 азайтылған m2 v2 тең болады m1 v1 штрих қосылған m2 v2 штрих десем. Енді энергияның сақталу заңы бойынша m1 v1 квадрат бөлінген 2 азайтылған m2 v2 квадрат бөлінген 2 бізде не бар? Тең болады m1 v1 штрих квадрат бөлінген 2 қосылған m2 v2 штрих квадрат бөлінген 2 десек. Сонда бізде мына жерде енді жалпы барлық екілерді қысқартып тастасақ болады сразу, артық сөзсіз. Сонда бізде енді мына бір жүйеге сан мәндерін қойып шықсақ жайлап. Бірінші теңдеуге қоятын болсақ, бізде
6 көбейтілген v1 азайтылған 2 көбейтілген 4 тең болады 6 көбейтілген 2 және де қосылған 2 көбейтілген v2 штрих десем. Ал енді екінші теңдеуі 6-ны көбейтеміз v1 квадрат азайтылған. Массамыз бізде 2 килограмм, 2-ні көбейтеміз v2-нің квадратына. Сонда ол бізде 16 бола салады екен. Оны теңестіреміз. 6 көбейтілген неше? 4-ке қосамыз 2 көбейтілген v2-нің штрих квадратына. Сонда мына жерден енді нені қысқартуға болады бізде? Нені қысқартуға болады? Давайте бүйтейік. Мына бір өрнектерді солға қарай жинап алсақ, ал сандарды оңға қарай жинайтын болсақ, бізде не шығады? 6 v1 азайтылған 2 v2 штрих тең болады 12 азайтылған 8 десек. Яғни айтқанда, мына жерде 4 дей салсақ, 4-ке тең. Ал енді дәл сол астында сөйтетін болсақ, 6 v1 квадрат азайтылған 2 v2 штрих квадрат тең болады бізде неше? 6 4 24 болса, 24-тен 16 көбейтілген 2 ол 32 болады. Ой, мына жерде жетер қыздар. 12-ке 8-ді қосу керек қой мына жерде. 12-ке 8-ді қосатын болсақ, бізде ол 6 2 12 20 болып кетеді мына жақта. Ал мына жақта енді 32-ні қосатын болсақ, 24-ке 32-ні қосатын болсақ, 56 шығады, 56 шығады. Все. Енді олардың әрқайсысын 2-ке қысқарта салсақ та жеткілікті, жалпы 2-ке бөле салсақ та жеткілікті. 2-ке бөле салсақ. Сонда бізде 3 v1 азайтылған v2 штрих тең болады 10-ға, ал мына жақта 3 v1 квадрат азайтылған v2 штрих квадрат тең болады 56-ны 2-ке бөлетін болсақ, енді ол 28-ден келеді, 28-ден келеді. Бұл сендерде жүйе. Енді бұл мына жерден бірінші теңдеуден давайте біз v2 штрихті өрнекке бола салсақ, ол сендерде неше болады? 3 v1 азайтылған 10 бола салады ғой. Осы өрнекті апарып мен екінші теңдеудегі v2 штрихтің орнына апарып қойсам. Сонда бізде 3 v1 квадрат азайтылған. Мына жақта неше? 9 v1 квадрат азайтылған бізде 60 v1 және де қосылған 100 десем. Тең 28-ге. Енді мен жақшаны ашатын болсам, минуспен жақшаны ашатын болсам, менде мына жерде 3 v1 квадрат азайтылған 9 v1 квадрат қосылған 60 v1 азайтылған 100 тең болады 28 десем. Сонда менде енді мына жерде минус 6 v1 квадрат болады. Оны біз теңдеудің оң жағына өтіріп жазатын болсақ, 6 v1 квадрат бізде минус 60 v1 және де плюс 128 тең болады 0-ге екен. Енді мына жерде 128-ді біз қысқарта аламыз ба? 128-ді 6-ға. Қысқармайды екен, 128-ді 3-ке. Ну ладно, қысқармайды екен. 2-ке қысқартсақ болады, 2-ке қысқартсақ 3 v1 квадрат азайтылған 30 v1 қосылған 128-ді 2-ге, ол сендерде 64 тең болады 0-ге екен. Сонда давайте енді біз мына жерден дискриминантты анықтай салсақ, яғни айтқанда v квадрат 900 азайтылған 3 көбейтілген 4 көбейтілген 64. Ол сендерде 768. Сонда бізде неше шығады? 132 деген сан. 132-ні түбірден шығара салатын болсақ, 11-де 48, 11-де 5 дей салайық. 11-де 5 метр бөлінген секунд. Дискриминант қой бұл квадраты. Енді мына жерде мен дискриминантты анықтап алдым. Ол енді біз түбір ретінде v1 жылдамдықтарды анықтайтын болсақ та, ол бөлімінде 6, үстінде 30 плюс минус 11-де 5 десек. Сонда менде не шығады? 30-ға қосамын 11-де 5-ті, бөлемін мен 6-ға десем, ол жуықтап 7 шығады біреуінде. Немесе 30 азайтылған 11-де 5 бөлінген 6 десем, ол сендерден 3 метр бөлінген секунд деген жауапты бере салады екен. Яғни айтқанда, бұл сендерде 3 метр секунд деген жауап бола салады екен. Яғни айтқанда, ол 3 метр секундпен келе жатырды да, мына бір дене алдынан шығып соқтығысқан кезде, ол өзінің жылдамдығын 2-ге түсірген болып тұр ғой. 2-ге түсірген жерде 2 метр секундқа. Все, осымен бізде бұл есеп аяқталды. Яғни айтқанда, жауабы 3 метр секунд деген жауап бола салады екен.
Тақырып түсінікті деген ойдамын жігіттер, қыздар. Сіздермен бірге болған Қайыржан ағай. Если сұрақтарың болып жататын болса, мына жерде әлеуметтік желілерді көріп тұрсыңдар, яғни айтқанда Инстаграм бар, TikTok бар, екеуіне де сұрақтарыңды қойып жатсаңдар да болады. Осымен біздің қысқаша видео сабақ аяқталды. Келесі көріскенше.